одан кейін $200 бар, осыны таңдайық. Перейти к следующему шагу. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Соңғы видеода 3 хайп проект жайлы салған болатынмын. Бүгін соның нәтижесін көреміз. Егер де соңғы салынған видеоны көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріп шығыңыз, одан кейін барып осы видеоға ораласыз. Бірінші обзор осы Best Miner'ға жасалған болатынмын. Осы жерге мен 500 рубль ақша салған болатынмын. Енді қазір сол сайтты тексеретін болсақ, көріп тұрғандарыңыздай, сайт жұмыс істемейді. Яғни 10 күннің ішінде ол сайт жабылып қалды. Ешқандай прибыль, пайда түк ал келген жоқ. Міне қайтадан обновление жасаймын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сайт жабылып қалды. Сондықтан да сіздерге айтатыным, бұл высокорискованный проект болғаннан кейін немесе жабылып қалады, пайда түспей қалады. Сондай проблемалар өте көп. Екінші хайп проект бізде Infinity Stream. Обновление жасайын. Сайт әлі де жұмыс істеуде. Осы проектімен сіздерге кішігірім условия жасаған болатынмын. Соңғы видеоның астында егер де 1000 лайк жинаған жағдайда, онда мен осы сайтқа $100 ақша инвестиция жасаймын деп. Өйткені минималка бұл жерде $100, бірақ біз 1000 лайк жинаған жоқпыз. Сондықтан да әзірше бұл сайтты өткіземіз. И және соңғы проект бізде P2P Profit деп аталынады. Міне обновление жасаудамын. Сайт әлі жұмыс істеп тұр екен. Бұл жерде біз $12 ақша инвестиция жасаған болатынымыз. Қазір біздің пайдамыз $3 екен. Ендігі жағдайда біз ары қарай осы тапқан ақшамызды реинвестировать етуге болады, немесе получить прибыль деп ақшамызды шығарып алуға болады. Қазір біз получить прибыль деп басамыз. Міне $3.02 біздің балансқа келді. Енді ары қарай отзывать деген ол ақшамызды шығарып алу. Осы ақшаны шығарып тексеріп көрейік, отзывать. Одан кейін видите свой кошелек PR деп жазылып тұр. Енді осы $3 қазір шығарамыз, снять средства. Запрос на выплату добавлен в очередь дейді. Міне достар, 1 минуттың ішінде біздің $3 ақшамыз вывод жасалды. Оның скринін телеграм-каналға салып қоямын. Видеоның астында ссылкасы болады, міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Осы P2P Profit сайтын ары қарай тексеретін боламыз. Әзірше біздің ақшамыз жинала берсін. Егер де сіздерге осындай сайттар қызық болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаймыз. Және каналға подписка жасап, колокольчик дегенде все дегенді таңдап қойыңыздар. Сонымен қатар достар, қазір бір керемет крипто проектіні бақылаудамын және өзім тестирую. Бұл ешқандай хайп проектіге ұқсамайды. Оның алдында білетін шығарсыздар, Stepn деген, яғни жүріп ақша тап деген проектілер болған, соған ұқсас. Бұл жерде өздеріңіздің жеке питомецтарыңыз болады. Яғни осы жерде сіздер ойын ойнау арқылы, жүру арқылы қосымша пайда таба аласыздар. Қазір кішігірім обзор жасаймын, одан кейін өзіме $200 тұратын питомецті сатып аламын. Егер сіздерге осы проект қызық болса, онда комментарияға жазып кетіңіздер, полноценный обзор жасаймын, яғни қалай кіреміз, қалай сатып аламыз, қалай ойнауға болады және қалай пайда табуға болатынын. Сондықтан міндетті түрде лайк видеоға және де комментарияға EQVerse туралы толық обзор көргім келеді деп жазыңыздар. Қазір менде көріп тұрғандарыңыздай 2 питомец бар, біріншісі тегін, екіншісі $300 сатып алғанмын. Мына жерде добавить питомцев деп таңдаймыз. Одан кейін осы видеоның астында ссылкасын қалдырамын. Сол жерде регистрация өтіп болғаннан кейін сіздерге тегін питомец беріледі, яғни ол күнделікті сіздерге $0.51, $0.05 деп айтуға болады, пайда алып келеді, жай ғана ойын ойнап жүргендеріңіз үшін. Ал қалғандары ары қарай ол ақша тұрады, яғни $60, $100, $200, $300 дейін. Енді екінші питомецті қарайтын болсақ, атын жазуға болады. Бұл NFT картинка, здоровьясы бар. Одан кейін уровень. Бұл питомецті сатып алғаныма 2 күн болды. Күнделікті табысым $16. Бұл жерде сіздерге задание орындау керек, яғни ойын ойнау керек. Сол кезде сіздер күнделікті пайда таба аласыздар. Енді біз добавить питомцев таңдаймыз. Мына жерде стартер $60 тұрады екен, common $100, одан кейін $200 бар, осыны таңдайық. Перейти к следующему шагу. Одан кейін егер де сіздердің өздеріңіздің үйлеріңізде мысықтарыңыз, иттеріңіз болса, NFT из фотографии сол арқылы жасауға болады, немесе NFT из вашего воображения деген бар, мен соны таңдаймын. Продолжить. Одан выберите животное дейді. Мына жерде бізде медведь, бык, верблюд, кошка, әртүрлі жануарлар бар. Мысалы біз динозавр таңдай салайық. Одан тип рисунка таңдауымызға болады. Фотореалистичный рисунок, 3D бар, масло на холсте дейді, рисование бар, стиль аниме, осын таңдайық. Возраст бізге большой болсын. Одан кейін цвет зеленый таңдайық. Эмоция бар. Милый, очаровательный, грустный, расстроенный, агрессивный, расслабленный. Аксессуары таңдауға болады, яғни бейсболка бар, очки, шляпа, часы, мысалы часы дейік. Одан кейін кроссовки болсын. Выберите контекст. Бұл жерде принцесса, король, королева, принц дейді, бизнесмен, пилот, водитель, спортсмен. Давайте актер болсын. И және соңғысы бізде стиль, винтаж, киберпанк, современный таңдайық. Генерировать NFT. Қазір біздің питомец, яғни жануарымыз дайын болады. Міне осы жерден біз өзімізге ұнаған картинканы таңдай аламыз. 4 түрі бар екен. Мысалы, давайте біріншісін таңдайық. Одан кейін
имя бұл жерге жазамыз DAO деп қалдырайық. Міне біздің сатып алатынымыз $200 осы питомецті. Қазір менің балансымда яғни BNB бар. Осының барлығын толық обзор жасаған кезде қалай ақша салуға болады, қалай шығаруға болады, қалай күнделікті пайда табамыз, соның барлығын айтатын боламын. Сондықтан да міндетті түрде комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Оплатить басамын, подтвердить. Міне создан новый NFT питомец. Ары қарай бізде ежедневный заданиялар бар, оның барлығын орындау керек. Соны орындағаннан кейін сіздер өздеріңіздің пайдаларыңызды аласыздар. Бірінші сол поделитесь своим питомцем. Өте оңай задание, ожидает проверки деп тұр. Найти других животных менде завершено. Ары қарай выгуливайте своих питомцев. Яғни өздеріңіздің телефондарыңызда осыны қосып қоясыздар да, бір 10-15 минут далада жүру керексіздер. Сол кезде задание орындалады, қосымша энергия беріледі, ол энергия ақшаға айналады. И соңғысы бізде ойын, әртүрлі фруктыларды жинау керек. Сол кезде сіздерге энергия беріледі, сол энергияны ақшаға айналдырамыз. Мына жерде перейти к заданию деп бассам, функция еще не готова деп тұр, бірақ телефон арқылы ойнауға болады. Бұл жалпы проект толықтай телефонға арналған, приложениені жүктеуге болады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын әзірше. Қазір бізде 3 питомец бар. Күнделікті заданияларды орындаған сайын біздің левеліміз, мына көріп тұрғандарыңыздай көтеріледі. Левел көтерілген сайын әрине сіздердің пайдаларыңызда көбірек болады. Енді қайтадан добавить питомцев. Одан кейін жаңа айтып кеткенде мен $200 питомецті сатып алдым. Ол маған күнделікті $10 пайда алып келеді екен. Егер де точнее $10.72. Былайша айтқан кезде 20 күннің ішінде менің ақшам өзіме қайтарылады. Ары қарай мен күнделікті қосымша пайда тауып тұрамын. Ал менде көріп тұрғандарыңыздай біреуі $300, екіншісі $200 тұрады питомец. Сол кезде менде күнделікті пайдам $27-28. Және қосымша левел өскен сайын біздің пайдамызда көбейе береді екен. Жалпы осындай өте керемет проект. Егер сіздерге қызық болса, онда комментарийға жазып кетеміз. Egoverse толық обзор жасаңыз деп, сол кезде міндетті түрде бізде толық обзор болады осы жақында. Тағы қосымша айтқым келгені, бұл не только крипто проект немесе ойын, сонымен қатар крипто кошелек. Өздеріңіздің тапқан пайдаларыңызды сіздер моментально шығарып алуға болады, немесе осы жерге ақшаларыңызды салуға да болады. Бұл жеке кошелектарыңыз болып есептелінеді. Ары қарай тапқан ақшаларыңызды вывести деп басып, Binance немесе Trust Wallet және тағы басқа крипто кошелектарға шығарып алуға болады.